11 шаршы метр, 11 шаршы несін сантиметрін 11 сантиметрлік шаршы метрді қырқып, мынаның екі шетіне тігіп алдым. Енді мына ұқсап қазір бәрін бір-біріне біріктіріп шығамын. Қазір мына жөні көрінбей тұр, қараңыздар, мынандай болып. Соны сіздерге жақыннан көрсетейін дедім. Енді қазір мен осылай тігіп шығамын. Сосын барып сіздерге тағы да көрсетемін. Мыналардың арасын аша отырып мінекей бір-біріне артық жерлерін кесіп алдым. Басын аяғына сол шаршына 4-ке 11 сантиметр шаршын 4-ке бөлдім ғой. Аяғына тіге отырып енді бұларды біріктіріп шығамыз. Бұл жерде айта кететін мынау тігістер бір-біріне тура келетін болсын. Жасылдың, қызылдың тігістері бір-біріне тура келетін болсын. Мінекей үстіңгі мен астыңғы екеуі. Яғни осы бірінші несі осы бұның. Одан басқалар уже өздері жаймен бүйтіп келе береді. Бас аяғын бекітіп аламыз. Жаңағы құрақтың өмірінің ұзақтығына пайдасы көп. Құрақтың басын аяғын бекітіп тігіп отыратын болсаңыздар, бекіту деген екінші рет тігісті артқа алға бері отырып, жаңа бір тігісті 2-3 мәрте қайталау деген сөз бекіту. Мұнда ұзақты ненің құрақтың өмірі ұзақ болады. Үстіңгі қызылдың екеуінің бір-біріне тура сәйкес келуін қадағалаңыздар. Сол кезде құрақтарыңыз зигзаг дұрыс шығады.
ак чыгаруудун өзү шарт жұмыс жасауға тура келеді. бір көзіне екінші көзі бүйтіп тігіп шығамыз тағы да.
шығады. Зигзаг құрақтың көрпешенің шетіне қойғанға ендікке көрпешемді көрсетем тағы да сіздерге. Осы құрақтарым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.